Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандырған лицейге қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Тілеген ниеттеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бірінші алғы сөзді лицейіміздің басшысы Шашабаева Гүлжан Сауытовнаға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Құрметті әріптестер, бүгінгі мына біздің лицейіміз математика, физика, химия, биология, IT мамандықтары бойынша тереңдетіліп оқытылатын лицей, 92-ші мамандандырылған лицей Махатма Ганди атындағы бәрлеріңізге белгілі. Лицейімізде жалпы 89 мұғалім бүгінгі таңда жұмыс істейді. Осы 89 мұғаліміміздің ішінде жаңа өздеріңізге барлық орта жасымыз биыл 36, яғни жастар өздеріңізге белгілі бүгінгі семинардың тақырыбына байланысты табысты авторлық бағдарлама практикалық дағдыларды жүзеге асыру тәжірибесі атты тақырыбындағы қалалық семинарға келіп отырсыздар. Жалпы сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңаны табатын өнер деген екен. Жүсіпбек Аймауов әріптестер, енді бағдарламамен қысқаша түрде таныстырып өтейін. Сіздерге алдарыңызға таратылып берілді. Мұнда 3 түрлі светпен, өйткені қазір бірінші негізгі бөлімнен кейін 3 секцияда, яғни бірінші секция осы мәжіліс залында ғылыми жаратылыстану бағыты бойынша, екінші секция математика, информатика бағыты бойынша, және үшінші секция қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша әр кабинетте әрқай жалғастырылады. Элективті курс бағдарламасы немесе қалай жазылады, оған қойылатын талаптар қандай? Яғни ол оқу бағдарламасының элективті курстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар қатаң түрде сақталуы керек. Яғни ол 2-3 қосымшада көрсетілген ұсынылатын материалдардың саны мен талаптары болып табылады. Және авторлық бағдарламаның сараптамалық бағалау критерийлері сақталуы керек. Яғни оқу процесіне бағдарламаны енгізу үшін жоғары оқу орнының тиісті бейіндегі бір немесе 2 ұсынысы және осы бағдарламаны сараптамадан өткізген бір мұғалімнің ұсынысы болуы қажет. Барлығы кем дегенде 2 ұсыныс болуы тиіс. Ұсыныстар әр бағдарламада жеке беріледі және ұсыныс беруші білім беру ұйымының жоғары оқу орны немесе мектеп мөрімен міндетті түрде бекітіледі. Құрметті әріптестер, енді осы бағдарламаның құрылымы бойынша мен сіздерге қысқаша түсінік беріп кетемін. Ең бірінші түсінік хат. Бізде авторлық бағдарламада көбінесе біз түсінік хатты дұрыс жазбаймыз, сол себепті авторлық бағдарламалар бізде қайтарылып жатады. Енді жалпы түсінік хат бізге не үшін қажет? Ең бірінші біз бұл авторлық бағдарламаны не үшін әзірлеп жатырмыз? Яғни бұл авторлық бағдарлама бізге қажет пе деген сұрақты қоюымыз керек. Және бұл қазіргі оқу сапасына көрсеткішіне әсер ете ме, жоқ па, сол сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Жақсы, рахмет. Онда келесі бойынша енді секциямен қазір бөлінеміз. Ғылыми жаратылыстану осы жерде қалады. Әріптестер, менің есімім Гүлжан Еркінбекқызы. Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандандырылған мектеп лицейінің физика пәнінің мұғалімі, педагог, зерттеуші және де физика магистрі. Мен бүгінгі ұсынып отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы физика пәнінен құрылымдық есептер шығару практикумы. Және де бұл практикум 9-шы сынып оқушыларына арналған элективті курс. Жалпы бұл бағдарламаның құрылымдық есептер шығаруға арналған практикум 9-шы сынып оқушыларына арналған. Практикум негізгі мақсат оқушылардың физикалық құбылыстарды түсіну қабілетін, аналитикалық ойлау дағдыларын және есеп шығару қабілеттерін дамыту. Қазақстан Республикасының орта білім беру саласындағы басым бағыттары әлемдік білім беруді дамыту үрдістерімен сәйкестендіру мақсатында оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту өзекті мәселеге айналып жатыр. Осы мәселе аясында жалпылама біз оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың теориялық негіздері оқушылардың жүйелі ойлауын дамытып, мектепте алған білімінің өмірдің қай саласында және қалай тірек болуын қамтамасыз ететін тиімді әдістемелік жүйе жасауға және қолдануға мүмкіндік береді.
Негізгі бұл авторлық бағдарламаға рецензент Қазақ ұлттық университетінің физика-математика ғылымдарының кандидаты доцент Мырзагалиева Лягина Ятрина және де 178 мамандандырылған мектеп лицейінің физика пәні мұғалімі педагог шебер Слімгалиева Гүлнар Набиевна болып табылады. Жалпы курстың мақсаттары ол теориялық білімді нығайту, яғни оқушылардың физика пәні бойынша негізгі теориялық білімдерін бекіту, өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың ғылыми зерттеу қабілеттерін дамыту, талдау дағдыларын дамыту, ол физикалық құбылыстарды сандық және сапалық тұрғыда талдауға үйрету, аналитикалық ойлауды дамыту, ол құрылымдық есептерді шешу арқылы сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру. Жалпылама егер тоқталып болсақ, ең қарапайым, мен жалпылама алдында отырған оқушыға айтатыным, сен физика есебін шығару, қазіргі жағдайда бізде білесіздер, балалардың проблемасы, бұл физика маған қажет емес, мен оқымаймын. Немесе бізге қажет не есеп шығарудың дейді. Жалпылама неге бізге физикадан есеп шығару қажет деген сұраққа мен бірінші аптада балаларға түсіндіруге тырысам. Біріншіден, біз физиканы есеп шығару барысында бізде реттілік деген бар, яғни структура деген бар, құрылым. Әрбір есеп шығарған кезде біз біріншіден есептің берілгенін қараймыз. Берілгеннен кейін барып, біз балаға рет-ретмен біз алып, соңынан алып, басын алып, соңына қарамаймыз ғой. Бізде өзінің реттілігі бар. Яғни бұл жерде бізде есеп шығаруды дағдыласақ, бізде баланың ойлау қабілетінде мидың жұмыс істеу реттілігіне алып келеді. Яғни осыдан барып бізде балалар есептің берілгенін оқыған кезде бірінші неге тоқталады? Теория. Ол теорияға есіне теорияны түсіреді. Одан кейін барып, бала бұл теорияда мен әрбір сөйлемге қай формуланы қолдандым, немесе қай заңдылықты мен қолдандым. Одан кейін барып баладағы талдау дағдысына келеді. Талдап барып, сол формуланы қолданып, соны дұрыс қорыту нәтижесінде бала аналитикалық ойлауын дамытады. Бұлай қарасақ, жалпылама бізде физиканың есебін көбірек шығарған баланы қарайтын болсақ, мен жалпы жұмыс өтілім 16 жыл. 16 жылдағы менің мектепке аттап басқан күннен бастап мен алдымда тек 10-11 сыныптарды берді. Сол кездегі алдыңғы қазіргі мен түлектерім 89 жылғы оқушыларыма кім көп физиканың есебін шығарды, соларға қарасам, олардың қазіргі таңдағы жұмыс істеу барысында әсіресе осы функционалдық сауаттылық деп айтып жатырмыз ғой қазіргі таңда. Бірақ ол кезде біз жоба жасайтын біздің балаларымыз, проектпен айналысатын, ол бір зерттейтін, есептейтін, оған анализ жасайтын. Сол оқушыларымның қазіргі өмірлерін қарасам, олардың барлығы өздерінің қалаған орында жұмыс жасап отыр. Олар өздері нені қалады, сол деңгейге көтерілді. Олардың ойлауы, бәрін дамытқандарын қарасақ, бұларда аналитикалық ойлау жақсы дамыған. Жалпы курстың міндеттері ол физикалық шамаларды анықтау, яғни физикалық шамаларды анықтау және олардың арасында байланыстарды түсіндіру, дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың физикалық құбылыстарды сипаттайтын негізгі шамаларды ажырата білу керек, есеп шығару әдістерін меңгерту, әртүрлі физикалық құбылыстарды сипаттайтын есептерді шешу әдістерін үйрету, оқушыларда әртүрлі типтегі есептерді шешудің тиімді жолдарын білу маңыздылығы, формулалар мен заңдарды қолдану, яғни құрылымдық есептерді шығару барысында қолданылатын негізгі формулалар мен заңдарды жаттау және олардың практикалық жағдайда қолдану дағдыларын дамыту, логикалық ойлауды дамыту, мәселені шешу стратегияларын дамыту және логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Оқушылар күрделі есептерді қадам-қадаммен шеше білу керектігіне ол біздің негізгі міндетіміз болып табылады. Физика пәнінің маңыздылығы ғылым және техниканың негізі табиғи құбылыстарды түсіндіру, күнделікті мәселелерді шешу. Яғни функционалдық сауаттылық деген кезде бізде ол функционалдық сауаттылық деп осы соңғы 5-6-7 жылдың ішінде ол бізге келіп жатыр, бірақ жалпылама қарайтын болсақ, біз өзіміз мектеп қабырғасында физиканы оқыған кезде біз ең бірінші функционалдық сауаттылықпен, бізге ол функционалдық сауаттылық деп айтылмаса да, бізге мұғалімдеріміз айтатын, бізде физика ол өмірде қолдану үшін қажетті пән деп үйрететін. Яғни сол кезден бастап бізде физика пәнінің өзі ол әрбір
өмірдегі әрбір табиғи құбылыс, әрбір құбылыс, ол техника болсын, ол бізде технологиялар болсын, барлығы бізде физикамен өте тығыз байланысқан. Яғни ол физиканың пәнінің маңыздылығын осы үш қысқаша ғана айтқанның өзінде осы үш бөлімнен қарасақ та болады. Практикумның мақсаты мен маңызы ол функционалдық сауаттылық, жүйелі ойлау, практикалық қолдану. Құрылымдық есептердің білім берудегі рөлі ол аналитикалық ойлау, модельдеу дағдылары, теориялық білу. Және де құрылымдық есептерді шешу барысында оқушылар әртүрлі физикалық шамалар мен олардың арасындағы байланыстарын зерттейді. Бұл оқушылардың білімдерін жүйелеуге, жаңа материалды қабылдауға дайын болуына көмектеседі. Сонымен қатар оқушылар теориялық білімдерін практикада қолдана білуге үйренеді. Есеп шығару тәсілдері. Эвристикалық тәсіл ол диалогтық формадағы эвристикалық әңгіме арқылы оқушыларға білімді дайын түрде бермей, сұрақ арқылы бұрын қалыптасқан білімдеріне сүйеніп жаңа ұғымға келу. Графикалық тәсіл құрылымдық есептердің шарттары әртүрлі сызбалармен, графиктермен, схемаларымен берілсе, графикалық тәсілдерді қолдану арқылы шешімге келу. Эксперименталды тәсіл эксперименттік есептерді шешуге оқушылардың өз беттерімен жұмыс істеуі, іскерлік пән дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Яғни бұл жерде есеп шығару тәсілдеріне тағы да тоқталатын болсақ, мен өзім зерттеу тақырыбым физика пәнін жобалау оқыту әдісі. Бұл жерде физиканың әрбір есебін шығару барысында, немесе әрбір зертханалық жұмыс, практикалық жұмыс шығару барысында біз жобалау әдісінің элементтерін қолдана аламыз. Жобалау әдісі ең бірінші жоспарлау, сол жоспар бойынша әрбір этапқа бөлу, одан кейін барып бізде нәтиже алу. Былай қарасақ, біздің кез келген физикамыздың есебін алсақ та, практикалық жұмыс, зертханалық жұмыс болса, біз бірінші не істейміз, тапсырма беріледі, оны біз жоспарлаймыз, оны ары қарай зерттейміз, одан кейін барып есеп шығарамыз. Біздің әрбір физикамыздың әрбір есебіміз, былайша айтқан кезде кішігірім зерттеу десек болады. Енді бұл авторлық бағдарламаны осы алдымызда өткен жылдың шілде айында мен жазып, бізге осындай куәлік берілді. Жалпы тұрақтылау бөліміне қарайтын болсақ, яғни бірінші бөлім, енді физика пәні математикасыз бізде қарастырылмайды десек те болады. Өйткені біздің әрбір есебіміз барлық математикалық аппараттар қолдану барысында ғана біз негізгі мәселемізге өзіміздің қорытындымызға жете аламыз. Ол бірінші бөлім, яғни физика пәнінде қолданылатын математикалық аппараттар. Екінші бөлім кинематика негіздері, үшінші бөлім динамика негіздері, төртінші бөлім сақталу заңдары, бесінші бөлім тербелістер мен толқындар, алтыншы бөлім атом құрылысы, атомдық құбылыстар, жетінші бөлім атом ядросы. Жалпылама осы бағдарламаның тақырыптарына, бөлімдеріне, оқу мақсаттары және білім өнімі сіздерге көрсетіліп тұр. Яғни алдымыздағы әріптестеріміз айтып кеткендегідей, бізде бұл жаратылыстану бағыттары болғандықтан бізде тек қана лекциялық емес, бұл жерде бізде лекциялық және практикалық тапсырмалар, жұмыстар, тақырыптар бәрі қатар отырады. Сондықтан да кейбір бөлімдерін қарайтын болсаңыздар, бізде сабақтың белгілі бір жарты бөлігі теорияға кететін болса, жартысы практикалық тапсырмаларға кетілгендер көрсетіліп тұр. Жалпы негізінде физиканың бар бөлімін қарайтын болсақ, осы 9-шы сынып, неге бізде 9-шы сыныпқа келген кезде бала ақсаңдайды? Ең қиын бөлім дейді. Себебі бұл жерде бізде векторлар кіріседі, бізде тригонометрия кіріседі. Ал енді векторларды біз былайша айтқан кезде кіре саламыз да, бірінші сабақта векторды айтамыз, ал математика пәнінде ол бізде кейін кішкене бір 2 апта кешірек өтіледі. Сондықтан да бұл жерде біз балаға бірінші векторды түсіндіреміз, одан кейін барып біз өзіміздің физикамызға көшеміз. Осы жағдайда бізде балалар кішкене физикаға келген кезде ақсаңдауы мүмкін. Және де жалпы кинематиканың есептерін шығару барысында, мен қазір мына жерде әрбір бөліміне дейін толық көрсетілген.
және дескрипторлар, яғни айтылғандай 5 ұпай немесе 10 ұпай, өзіңіздің жазған авторлық бағдарламаңызға байланысты және берілген тапсырмаларыңызға байланысты дескрипторларды сіз өзіңіз 10 ұпаймен немесе 5 ұпаймен қарастыра аласыздар. Алдыңғы әріптестеріміз сіздерге 10 ұпайлығын көрсетті, менікінде 5 ұпайлығын көрсеттім. Мына жерде сіздерде қолданылған әдебиеттер, тағы да жалпылама қандай есептер кездесті, қандай теориялар айтылу керек, қысқа мерзімді жоспар, 6 қысқа мерзімді жоспар мен авторлық бағдарламада ұсынғам. Енді жалпы кинематика бөліміне келетін болсақ, жалпы кинематиканың есептерін графиксіз, сызбасыз шешу мүмкін емес деймін алдына келіп отқан балаға. Мысалы, мына жерде әрбір авторлық бағдарламаның соңында мұғалімдерге арналған қысқаша теориялық көмек ретінде осындай теориялар ұсынылған. Мысалы, мына жерде жылдамдық және қозғалыстың графиктік тәсіл арқылы анықтау, мысалы жылдамдықтың формуласын, геометриялық мағынасы және де теориялық түрде қалай біз қорытамыз. Осының барлығын біз осы негізгі сағаттан бөлек элективті курста да тағы да бір рет қорытып балаға көрсетіп кетсек, ол баланың ойында көбірек есте сақталады. Және де таблица ретінде мен әрдайым өстіп көрсетіп отырам. Бастапқы жылдамдық 0, яғни бастапқы жылдамдықсыз қозғалыс, немесе тежеліп тоқталды. Сол кездегі бізде орын ауыстыру жылдамдық, олардың өзгерісі қалай болады. Ары қарай, мысалға, баллистикалық қозғалысы, көкжиекке бұрыштай лақтырылған дененің қозғалысы. Бұл жерде де біз балаға түсіндірген кезде, оған есеп шығарған кезде графиксіз бұл есептерді шығару мүмкін емес. Міндетті түрде график, одан кейін проекция, одан кейін барып проекциялап X, Y өсінде толығымен әрбір бөлімін жеке-жеке, әрбір физикалық шаманың проекциялауын көрсетіп, қорытып, яғни осыны бала өзі қорытса, ол ойын есінде сақталады. Ол мен практикамда кездескен, әрбір осындай формуланы қорытқызған балар Москвада да авиационный академиялар бар ғой, военный, Санкт-Петербургта оқыған балам. Бірінші күні келіп бір сұрақ қойды дейді. Апай, сіз қалай түсіндірдіңіз? Тура солай түгел қорытып бердім. Жыл бойға маған 5 автоматым қойып берді дейді. Яғни бала қорытқан кезде ол ізденеді, ол есінде сақталады. Бұл жерде жаттанды оқу деген жоқ. Бала қорыту керек. Әрбір заңдылықты қайдан шықты, әрбір формуланы қорытқан баланың есінде қалады. Жаттанды білім, ол сол мезетке ғана есте қалады. Мысалы ретінде, мысалы құрылымдық есептер, мына жерде мен жалпылама биіктікке алсам, бұл есептің өзіне бірнеше мысал келтіруге болады. Мысалға, мектептің 3-ші қабатынан доп лақтырдық, дене 1-ші қабатын неше секундта өтеді. Немесе дене жерге түсер мезеттегі 1 секундта қандай биіктік жүріп өтеді. Алғашқы 1 секундта өткен жүрген жолымен соңғы 1 секундтағы жүрген жолын салыстырып, әсіресе бізде бұл 9-ші кластың кинематикасында көп кездесетін есептер. Мына жерде жалпылама осыған неге құрылымдық есеп деген кезде поэтапный дейміз ғой, былайша айтқан кезде жеке-жеке әрбір өзінің бөлімдері бар. Ең бірінші бізге не керек? Ең бірінші мен мына жерде мынаған қатысты формуланы жазуым керек. Одан кейін мен мынаған қатысты формуланы жазуым керек. Оны мен алып қорытуым керек. Ең соңында алған кезде мен биіктікті табуым керек. Және ол мен балаға айтқан кезде талап ретінде қоятыным, ол менде соңғы формула есептің берілгенде қандай физикалық шама бар, соған байланысты ғана формула болу керек. Ол біздің шартымыз сонда, Мысалға, мына уақытты таптық, менде есептің берілгенде бөлік, n-нан бір бөлігі ғана, және тау уақыт. Тыны таптық, одан алты биіктікке қоямыз. Яғни, осындай құрылымдық есептерді шығару, ол баланың ең біріншіден ойлау қабілетін дамытуға өте жақсы әсер етеді, және де өзінің ойын реттеуге жақсы әсер етеді. Жалпылама мына жерде сіздерде физикаға кітаптар,
мына QR-ды сіздер қазір скрин жасасаңыздар, сіздер скачать ете аласыздар. Яғни мен осы жалпылама өзім қандай кітап қолданам, осы кітаптардың электронный варианты Яндекс дискте сақталған. Ана скачать етіп алсаңыздар да болады, болмаса суретке түсіріп алсаңыздар да ашылуы керек. Жалпы олимпиадалық есептер және профильді предмет, яғни физиканы тереңдетіп оқытатын мектептерге арналған оқулықтар, әрине бәрі российский, орысша, но бізде физикада мектеп қабырғасынан бері бізге орысша кітаптармен түсіндіріп оқытқандықтан мен өзім көбінесе сол оқулықтарды қолданамын. Ашылды ма, қыздар? Соны скачать етіп алсаңыздар болады. Курстың қорытындысы ол білім мен дағдылар, болашақ мамандық, яғни білім мен дағдыларды, физикалық заңдылықтарды терең түсіну болатын болса, болашақ мамандық ғылыми зерттеулермен айналысуға да негіз қалайды, яғни біздің физикадағы практикалық тапсырмалар мен зертханалық жұмыстар баланың ғылымға деген бір сүйіспеншілігін оятады. Әрине, біздің алдымызда отырған 30 бала бірден зерттеу жұмысымен айналыспаса да, соның ішіндегі бір 10% бізге зерттеу жұмысымен айналысып осыған қызықса, ол біз үшін үлкен мәртебе. Және де ұбт-ға дайындық, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық ретінде де бұл курс өте үлкен рөл атқара алады. Қорытындылай келе, физика пәнінің құрылымдық есептер шығару практикум бағдарламасы физика саласындағы құзыретті мамандарды қалыптастыруға ықпал ететін біртұтас және ғылыми негізделген курс болып табылады. Бұл курс оқушыларды физикалық құбылыстарды түсіндіру қабілетін, аналитикалық ойлау дағдыларын және есеп шығару қабілеттерін дамытуға бағытталған. Назар аударғандарыңызға рахмет.